Зертханалық жұмыс тері сезімталдығын зерттеу. Бұл жұмыс үшін бізге осындай екі таяқша керек және сыналушының қолы керек. Енді біріншіден сыналушы көзін жұмады. Мен сынаушы. Бұл уақытта сыналушының қолына бір немесе екі таяқшамен бір уақытта тием. Сыналушы бір немесе екі таяқша деп айту керек. Қанша таяқша тиіп атқан сезіп атса, сонша айту керек. Кеттік. Бір. 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 Екі. Қараңыздар, мұнандай ара қашықтықта 2 сантиметрде болу керек. Біздің сыналушы жаңағы екі таяқша тиіп атқанын байқай алды. Енді біз осы тәжірибені сыналушының алақан емес, басқа, мысалы қолына жасап көрейік. Бұл жақтағы нәтижені салыстырайық. Кеттік. Бір. 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 Екі. Қараңыздар, өздеріңіз байқағандай, бұл ара қашықтық жаңағы 3 есе көбірек болып тұр. Қалай ойлайсыздар, неге алақан екі таяқшаның жаңағы арасы 2 сантиметрде болған кезде ол екі таяқша екенін байқай алды, ал басқа мысалы қол жағында жасаған кезде ол 3 есе үлкен ара қашықта ғана екі таяқша тиіп жатыр деп айта алды. Жауабы мынандай: біздің алақанда жаңағы механорецепторлар қайда көп кездеседі. Сол үшін біз алақанымыз өте сезімтал болады. Екі таяқшаның бір-біріне жақын болса да, олардың екі таяқша екенін сезе алады. Сезімталдығы жоғары болғандықтан. Басқа тері, басқа қол болуы мүмкін, бет болуы мүмкін, арқа болуы мүмкін. Ол жақтағы тері бұндай көп механорецепторлар жоқ ол жерде. Сол үшін оның сезімталдығы аздырақ болады. Және де бұны қалай байқай аламыз? Екі таяқшаның екеуін ол үлкен ара қашықта ғана байқай алады. Қалған арасы азырақ болса, ол оны бір таяқша деп қабылдайды.